Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қазақ тілі сабағы 2-ші сынып. Бүгінгі 99-ші сабақтың тақырыбы дара және күрделі зат есім. Ал енді оқушылар, бұл сабақта біздер дара және күрделі зат есімдерді ажыратуды, сонымен қатар мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қоюды үйренетін боламыз. 64-ші жаттығу. Ертегіні тыңда. Түлкі, тасбақа және кене. Баяғыда түлкі, тасбақа және кене үшеуі жолдас болып келе жатады. Алдарында бір уыс тары жатыр екен. Үшеуі ойланып, мұны тұқым қылып жерге егіп көбейтейік. Сонан кейін бөліп алайық деді. Түлкі бір жарды көріп, мен осы жарды сүйей тұрайын, болмаса құлап кетер деп, жардың астын саялап жатып алады. Тасбақа жерді тырналап, кене тарыны жиып, егіп әлекке түседі. Сөйтіп көп бейнет шегіп, тары піскен соң оны орып, жинап алады. Ақсерек, көксерек кітабынан. Ал енді оқушылар осы ертегі мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып және оларға жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақ. Үш жолдас келе жатырғанда алдарында не жатады? Түлкі, тасбақа және кене үшеуі жолдас болып келе жатырғанда алдарында бір уыс тары жатыр екен. Келесі екінші сұрақ. Түлкі, тасбақа, кене тарыны егу үшін не істейді? Түлкі бір жарды көріп, осы жарды сүйей тұрайын деп жатып алады. Ал тасбақа жерді тырналайды. Кене болса тарыны жиып егеді. Келесі үшінші сұрақ. Жинаған өнімді қалай бөлісті деп ойлайсың? Жинаған өнімді тасбақа мен кене бөлісіп алды деп ойлаймын. Себебі түлкі еңбек еткен жоқ, иә? Төртінші сұрақ. Түлкінің қылығы туралы не айтар едің? Түлкі айлакер әрі жалқау. Келесі сұрақ. Қарамен жазылған сөздердің дара және күрделі зат есімдердің қайсысына жататынын анықта дейді. Мәтінде қарамен жазылған сөздер олар жолдас, тұқым, тасбақа, кене, тары деген сөздер. Ал енді осылардың дара зат есімдеріне жолдас, тұқым, кене, тары деген сөздер жатады. Ал күрделі зат есімге тасбақа деген жатады. Себебі тас және бақа деген екі сөзден құралып тұр. Келесі 65-ші жаттығу. Жаңылтпашты көшіріп жаз. Көлшіктегі көлбақаны аласың ба, тастақтағы тасбақаны аласың ба? Ал енді оқушылар осыны әдемілеп көшіріп дәптерімізге жазып аламыз. Енді төмендегі тапсырманы орындайтын болсақ, дара және күрделі зат есімдерді тап дейді. Дара зат есімдер көлшік және тастақ деген. Ал күрделі зат есімдер көлбақа, тасбақа. Келесі тапсырма 66-шы жаттығу. Жұмбақты көркем жаз, шешуін тап. Айдалада ақ отау, аузы мұрны жоқ отау. Жауабы жұмыртқа. Ал енді оқушылар осы жұмбақтағы күрделі зат есімді тап дейді. Бізде күрделі зат есім ол отау деген сөз. Себебі екі сөзден құралған, от және ау деген сөздің қосындысынан құралған. Шығармашылық үзіліс 67-ші жаттығу. Ребусты шешуіндегі сөз туралы энциклопедиядан біліп ал дейді. Ал енді бірінші сурет бізде 7 деген сан, оны 7 деп жазып аламыз. Келесі сурет қар. Одан кейін аққу деген сөз. Аққу дегеннен екі соңғы әріпті алып тастаймыз, сонда ақ деген сөз қалады. Келесі сөз ш дегенді жалғауды жалғаймыз. Сонда бізде 7 қарақшы деген сөз шықты. Ал енді оқушылар біз энциклопедиядан мынадай деректер таптық. 7 қарақшы аспанның солтүстік жарты шарындағы шоқ жұлдыз. Оның 1/8 көрінерлік жұлдыздық шамаға дейін жылтырап көрінетін ең жарық жұлдыздары Алиот пен Дубке. 7 қарақшының жарық 7 жұлдызының сыртқы пішіні шөмішке ұқсайды. Біз оны кейде бақыраш деп айтамыз, және оның шеткі екі жұлдызы бойынша темірқазық жұлдызын табуға болады. 7 қарақшы бір жылда өзін түгел айналып шығады. 7 қарақшының үлкен аю деген екінші атауы да бар. Көне грек елінде 7 қарақшы бағытты анықтауға қолданылған. 7 қарақшы қазақтар үшін ерекше жұлдыздар тобы. Себебі қазақтар 7 қарақшыны бұрыннан сағат ретінде пайдаланған. Ол шыр айналып жүреді. Таң қысқа кезде қысқа айналып, ұзарған кезде ұзын айналып, күншығысқа қарай көлденең жүріп өрге ұмтылады. Қыс мезгілінде 7 қарақшы төбеге келгенде таң атады екен.
Ал енді оқушылар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.